Бүгін 11 тамыз 2020 жыл Сырдария ауданы орталық өрт байланыс бекетіне Қызылорда қаласының 2007-2010 жылға Қызылорда қаласы 7-ші мектептің оқушылары, яғни жасөспірімдер Сырдария өзеніне батып кеткен жөнінде хабарлама келіп түсті. Осы хабарламаға сәйкес Қызылорда облысы төтенше департаментінен 10 қызметкер, 3 бірлік техника, полиция департаментінен 10 бірлік, 3 бірлік техника, сонымен қатар жедел жәрдемнен 1 бірлік техника, 3 қызметкер қазіргі таңда жұмылдырылды. Іздестіру жұмыстары, яғни жасөспірімдердің суға түскен аймақтары Сырдария өзенінің суға түсуге белгіленбеген орнынан суға түсіп, және осы қайғылы оқиға тіркелген жөнінде хабарламаға сәйкес іздестіру жұмыстары жүргізілуде. 2 бала кетіп отыр 2007-2013 жылға. Қазіргі таңда Қызылорда облысы төтенше департаментінің жедел құтқару жасағына 2 водолаздық топ іздестіру жұмыстарын жүргізуде.